Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы жоғары молекулалы қосылыстардың алынуы, құрылысы, қасиеттері, қолданылуы, Қазақстандағы полимер өндірісі. Сабақтың мақсаты ЖМК, яғни жоғары молекулалы қосылыстардың негізгі ұғымдарын, сипаттамасы мен классификациясын қарастыру, полимеризация, поликонденсация және су полимеризация реакцияларының ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықтау, полимер синтезінің химиялық реакциялар теңдеулерін жазу дағдыларын жетілдіру, күтілетін нәтиже, зерттелетін түсініктерге анықтама беру мүмкіндігі, яғни жоғары молекулалы қосылыстар, полимеризация, поликонденсация және сополимеризация. Формулаларды атай білу, поликонденсация, полимеризация реакцияларын теңдеулерін жазады. Зерттелген химиялық заңдылықтардан, бақылаулардан қорытынды жасай білу. Жоғары молекулалы қосылыстар қасиеттерін болжай білу. Жоғары молекулалы қосылыстар химиясы туралы түсінік. Жоғары молекулалы қосылыстарды қысқаша ЖМК деп стандартты атауға немесе полимерлер деуге болады. Полимер грек сөзінен поли көп, мерас бөлшек, яғни ондаған және жүздеген мың, кейде миллиондаған атомдардан тұратын үлкен молекулалар. Құрылым буындарының саны полимерлену дәрежесі n деп аталады. Оның сан мәні мыңнан миллионға жуық болуы мүмкін. Егер құрылым буындары әртүрлі болса, онда сополимер деп атайды. Полимер синтезделетін кіші молекуладағы зат мономер деп аталады. Жоғары молекулалы қосылыстардың құрылымын сипаттау үшін келесі негізгі ұғымдар қолданылады. Яғни макромолекула, мономер, макромолекуланың құрылымы, құрылымның молекулалық массасы, макромолекуланың полимеризациялану дәрежесі, макромолекуланың геометриялық массасы, полимерлердің молекулалық массасы, макромолекуланың молекулярлық массасы. Полимерлердің осында ірі макромолекулаларының пішіні әртүрлі болады. Оларды суретте көріп отырсыздар, балалар. Яғни олар сызықты, тармақты немесе торлы және кеңістіктік деп бөлінеді. Естеріңізде болсын, полимерлер макромолекулалардағы тізбек бойындағы күшті химиялық байланыстармен және кеңістікте байланысқан полимерлерді қоспағанда олардың арасындағы салыстырмалы түрде әлсіз байланыстармен сипатталады. Полимерлердің классификациясы, яғни полимерлер табиғатына байланысты табиғи, жасанды және синтетикалық болып бөлінеді. Негізгі байланысы бойынша органикалық, элемент органикалық және бейорганикалық болып бөлінеді. Макромолекуланың формасына байланысты сызықты, тармақты және кеңістіктік болып бөлінеді. Қыздырғанда байқалатын өзгерістеріне қарай термопласты және термореактивті болып бөлінеді. Алыну әдістеріне қарай полимерлену және поликонденсациялану болып бөлінеді. Стереорегуляторлығы бойынша стереорегуляторлы және стереорегуляторлы емес болып бөлінеді. Жоғары молекулалық қосылыстар синтездеу әдістері полимеризация және поликонденсация. Полимерлену реакциясы еселі 2-3 байланыстардың есебінен немесе тұйық тізбектердің ашылу салдарынан жүзеге асады. Бірінші жағдайда гомополимеризация реакциясы жүреді. Бір мономердің молекулаларының байланысы. Екінші жағдайда сополимеризация реакциясы. 2 немесе одан да көп бастапқы материалдардың молекулаларының байланысы. Гомополимеризация реакцияларына полиэтилен, полипропилен, поливинил хлорид және тағы басқаларын алу реакциялары жатады. Мысалы, жоғары және төмен тығыздықты полиэтилен алуға болады. Мысалы, мұнда біріншіде төменгі тығыздықтағы полиэтилен және жоғарғы тығыздықтағы полиэтилен алу әдістері көрсетілген. Сополимеризация реакцияларына, мысалы, стирол бутадиен каучугын алу реакциясы жатады. Яғни нәтижесінде стирол бутадиен каучугы алынып отыр. Поликонденсация реакцияларына әдетте қос функциялы немесе бифункциялы дейді. Немесе оларды көп функциялы мономерлер қатысады. Олар бір-бірімен әрекеттескенде қарапайым кіші молекулалы затты, көбіне суды бөле отырып бірігеді. Мысалы, адипин қышқылының гексаметилен диаминмен поликонденсациялану негізінде полиамидтік материал найлонның алынуын көрсетіледі. Мұнда реакцияда сізде көрсетіліп отыр. Естеріңізде болсын, молекулада кемінде 2 функционалды топтары бар қосылыстар поликонденсация реакцияларында мономерлер ретінде қолданылады.
Поликонденсация реакциясы келесі белгілермен сипатталады: гомополиконденсация және соополиконденсация. Бастапқы мономерлерді үш негізгі түрге бөлуге болады. Яғни бірінші, белгілі бір жағдайда бір-бірімен реакция түсе алмайтын молекулаларда бірдей функционалды топтары бар мономерлер. Екінші, бір-бірімен әрекеттесуге қабілетті әртүрлі функционалды топтары бар мономерлер. Және үшінші, берілген жағдайларда бір-бірімен әрекеттесуге қабілетті бірдей функционалды топтарды жатқызуға болады. Пластмассалар және олардың түрлері. Пластмассалар иілгіш қасиеті бар, сондықтан белгілі бір жағдайда тиісті пішінге келтіруге болатын жоғары молекулалы органикалық заттар негізінде жасалатын заттар. Пластмассалар жасауға қолданылатын жоғары молекулалы заттар көбіне шайырлар деп аталады. Басқа полимер сияқты пластмассаларды да екі типке бөледі: термопластикалық және термореактивті болып бөлінеді. Термопластикалық шайырлар қыздырғанда жұмсарып, иілгіш болады да суытса қайта қатайып, өздерінің алғашқы қасиеттерін сақтап қалады. Термореактивті шайырлар термопластикалық шайырларға керісінше қыздырғанда иілгіштік қасиеттеріне айырылады, балқымайтын және ерімейтін күйге түседі. Пластмассадан жасалған өнімдердің сипаттамасы төменде көрсетіліп тұр. Яғни төмен тығыздықпен, жоғары диэлектрлік сипаттамасымен, жылы оқшаулағыш, бүлдіргіш орталарға тұрақтылығы, антикоррозия, температураның кенеттен өзгеруіне әсер етпейді, өңдеудің төмен энергия шығымы бар, оңтайлы икемділік, өнімдер жасау кезіндегі практикалық тиімділігі, түстер спектрінің бай болуы сияқты көрсеткіштер осы пластмассадан жасалған өнімдердің сипатына келеді. Енді пластмассалардың қолданылу балалар мында көріп отырғандай, көбінесе барлық салаларда осы пластмасса өнімдері қолданылады. Өндіру ауқымы тұрғысынан пластмассалар полимер материалдары арасында бірінші орынды иеленеді. Пластмассалар арзан, тез табылатын шикізаттан өндіріледі. Олар механикалық жеңіл өңделетіндіктен әртүрлі бұйымдар жасалады. Сондықтан да пластмассадан жасалған бұйымдар халық шаруашылығы мен техниканың әртүрлі салаларында күнделікті өмірде кең қолданылады. Енді балалар, сіздер лекция материалын тыңдап шықтыңыздар. Енді сіздерге тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңіздер. Яғни жоғары молекулалық қосылыстарды синтездеу үшін шикізат ретінде не қолданылады? Полимер мен мономер дегеніміз не? Полимер макромолекулалардың пішіні қандай болады? Полимерлерді алудың әдістері, қандай тәсілдермен полимерлердің түзілуі немесе мономерлердің бір-біріне қосылуы жүргізіледі? Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Екінші тапсырма: сөйлемді жалғастыр. Яғни сіздерге сөйлем беріліп отыр, сіздер оны жалғастыру керексіздер. Мысалы, мономер бұл анықтамасын жазамыз. Полимер бұл анықтамасын жазамыз. Үшінші тапсырма: яғни сіздерге берілген реакциялардан, көрсеткіштерден сіздер екі жоғары молекула қосылыстарын синтездің екі реакциясын жазу керексіздер. О реакция түрін өзіңіз анықтайсыздар және мономер мен полимерді атайсыз. Төртінші тапсырма: Қазақстандағы полимер өндірісі тақырыбына реферат дайындау. Яғни реферат барлық талаптарға сай болу керек. Бесінші тапсырма: полимерлеу, сополимеризация және поликонденсация реакцияларындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтаңыздар. Яғни мына фигураға сіздер толтырып жібересіздер жазып. Енді балалар, осы барлық тапсырмаларды орындап, кері байланыс ретінде Платонус платформасына жібересіздер. Сол жерде бағалау критериялары бойынша бағаланып, бағаларыңыз платформада қойылады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.